Математикалық маятник. Оның толық механикалық энергиясы, мысалы, мынау нүктеде 25 жолға тең. Енді механикалық энергия бұл жерде 25 жол берілу бойынша. Есеп бізден кинетикалық энергиясы 10 жол болатын мезетте, осы нүктеде, мысалы, кинетик энергиясы 10 жол болған кезде потенциалдық энергиясы нешеге тең? Ол дегеніміз механикалық энергия тең потенциалдық энергия қосылған кинетикалық энергия. Енді потенциалдық энергиямыз толық механикалық энергиядан кинетикалық энергияны алып тастаймыз. Енді белгілеу бойынша сандарды орнына қоятын болсақ, кинетикалық энергиямыз 10 жол болатын болса, 25 алынған 10 береді 15 жол. Жауабы D. Easy.